Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздерменен қазақ тілі сабағынан қазақтың дәстүрлі әндері атты жаңа тақырып өтетін боламыз. Оқу мақсаты: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдау, мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеру, синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізу, редакциялау. Бағалау критерийі: идеясы ұқсас публицистикалық және көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің тақырыбы, құрылымы, мақсатты аудиториясы, тілдік ерекшелігін салыстыра талдайды. Мәтіндегі сөздердің тақырыпқа сай орынды қолданылуын тексеруді синонимдік қатармен ауыстыра отырып лексикалық түзетулер енгізіп редакциялайды. Публицистикалық және де көркем әдебиет стиліндегі мәтіндердің негізгі идеясын анықтайды. Мәтіндегі сөздерді синонимдік қатармен ауыстырып, тақырыпты шынайы өмірменен байланыстырып редакциялайды. Оқылым тапсырмасы. Балалар, Массагет KZ сайтынан алынған қазақ халқының дәстүрлі әндері туралы мәтінді мұқият оқимыз. Жақсы балалар, енді осы оқылым мәтінімен жұмысты ары қарай жалғастырайық. Мәтіннен негізгі ақпараттарды анықтаңыз. Мәтіннен үш сөйлем таңдап алып, мағынасына қарай сөздерді синонимдарменен ауыстырып жазыңыз. Үлгі: қазақ халқының рухани жәдігерлерінің ішінде мақтаныш етер бай мұрасының бірі дәстүрлі әндер. Біз мұндағы мақтаныш етер деген сөзді синонимдік қатарменен ауыстырамыз. Қазақ халқының рухани мұраларының ішінде бетке ұстар бай мұрасының бірі дәстүрлі әндер. Дескриптор: негізгі ақпараттарды анықтайды, сөздерді синонимдік қатарменен ауыстырып жазады. Келесі сергіту сәті. Қазақ халқының дәстүрлі әнді орындаушыларының бірі ақын серінің әні Бал Қадиша әнін караокемен бірге қазір сіздермен орындайық. Қыз едің Абырайдың Бал Қадиша, бұралған белің нәзік шіркін Тал Қадиша-ай. Сексен қыз серуенге шықса дағы, ішінде шолпан жұлдыз жарығым сен Қадиша-ай. Бұрында сауытайдай жүрген басың, қаларсың біздің сөзге-ай, қарағым зар Қадиша. Екі ай жеңгем келіп отыр, ұрықсат бізден сізге жанарым бар Қадиша. Жақсы балалар, енді сабағымызды ары қарай жалғастырайық. Келесі әдеби тіл нормалары жазылым тапсырмасы. Мақал-мәтелдер мен фразеологизмдерді орынды пайдалана отырып, мәтінді өздеріңіз қалағандай етіп жалғастырыңыздар.
Дескриптор. Мақал мәтелдер мен фразеологизмдерді қолданып, мәтінді жалғастырып жазады. Мәтін құрылымын сақтайды. Кері байланыс тапсырмасы. Сұрақтарға жауап беріңіз. Бірінші сұрақ. Дәстүрлі әндер эстрадалық әннен несімен ерекшеленеді деп ойлайсыздар? Екінші сұрақ. Дәстүрлі ән орындаушыларынан кімдерді атай аласыздар? Үйге тапсырма. Көркем бейнелеуіш эмоционалды экспрессивті сөздерді және мақал мәтелдер мен тұрақты тіркестерді еркін қолданып, дәстүрлі ән мектептерінің ерекшеліктері тақырыбында эссе жазыңыздар. Осымен бүгінгі біздің қазақ тілі сабағымыз аяқталды. Назар қойып тыңдағандарыңызға көптен көп рахмет. Келесі кездескенше аман сау болыңыздар.